Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен балалар сүйіп жейтін кек попси дайындаймыз. Бізге қажетті заттар 30 грамм сұйық май, 15 грамм какао, 90 грамм ұн, 45 грамм айран, жарты чайный ложка разрыхлитель, 3 жұмыртқа, 90 грамм құмшекер қажет. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнымызды, какаомызды, разрыхлителімізді араластырып аламыз. Келесі бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстінен құмшекерімізді құйып, миксермен жақсылап аппақ пышный болғанша миксерлейміз. Енді үстінен айранымызды құйып, үстінен сұйық майымызды құйып, миксермен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Енді үстінен ұнымызды електен өткізіп, 2 бөлікке бөле отырып салып миксерлейміз. Ұнымыздың қалған бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Енді осыны пергамент қағазымызға диаметрімізді орналастырып, үстінен құямыз. Қызып тұрған пешімізде 220 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Бізде пісіп шықты. Енді осы қамырымызды осындай жұп-жұмсақ болып көтеріліп піседі. Ыдысымызға қолымызбенен қамырларымызды бөліп шығамыз. Осылай етіп істеп аламыз. Енді үстінен 250 грамм творожный сырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығы бір келкі болып араласуы қажет. Енді қолымызбенен бір үлкен қасықтай етіп алып, домалақтап істеп аламыз. Барлығын осылай істейміз. Морозильнигімізге жарты сағатқа салып қоямыз. Осындай шпажканы тығып дайындап аламыз. 200 грамм шоколадымызға 20 грамм сливкимізді құйып, водяной баняда ерітіп аламыз. Содан соң стаканымызға дайын болған шоколадымызды құйып, стаканымызға кек попсиларымызды бір малып аламыз. Артықтарын осылай айналдыра отырып түсіреміз. Барлығын осылай жасап аламыз. Шоколадымыз кеуіп кетпей тұрғанында үстінен шоколадты посыпкамызды себеміз. Осымен біздің өте дәмді кек попсиларымыз дайын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.